Армысыздар, достар. Бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецебім бұл біздің творожный пирог в виде чизкейка. Бұл өте ерекше слойдағы болады. Сол себепті менімен бірге қайталап жасаңыздар. Әрине, ең алдымен бізде ұн, май болғанда сары май не маргарин. Міндетті түрде сары май болудың қажеті жоқ. Қант, бір жұмыртқаның сарысы. Осының барын біріктіріп, жұмсақ нан илейсіздер. Мен нанымды илеп болдым. Қарап тұрсаңыздар, өте нәзік песочный тесто болды, жұмсақ. Мен жалпы нанды холодильникке қатырмаймын. Қазір осы жұмсақ түрінде мен табаға салып, бір елкі нан жайып өтеміз. Мен пирогты мынандай төртбұрыш қылып жасайын деп тұрмын бүгін. Сіздерде қандай таба бар, сондай табамен жасасаңыздар болады. Табаның астын фольгамен ораймыз. Себебі бұл разъемный дүние, шешілгенде өте ыңғайлы болады. Себебі бізде бірнеше слойда чизкейк болады. Бірінші основа печеньесі, наны болады, одан кейін творожная масса, одан сверху жаңағы белокты ягодтармен салатын боламыз. Мен табамның астын фольгамен орап алдым, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы дайын табаға жаңағы дайын тұрған песочный тестомызды салып, бір келке етіп жайып шығамыз. Мен нанымды жайып болдым. Нанды осылайынан бір келке етіп жайып шығасыздар. Маған жалпы нанның жұқа болғаны өте ұнайды. Сол себепті менде нанның толщинасы өте жұқа, максимально. Осы массалардың барлығын біріктіріп, бір келкі масса жасайсыздар. Менде мына чашканың ішінде сметана, творог, тартылған қарақат, крахмал, қант, бір жұмыртқаның сарысын. Блендердің көмегімен бір келкі масса жасаймыз. Творогке, сметанаға творогты саламын. Қантты мөлшерлеп саласыздар. Крахмал, бір жұмыртқаның сарысы, тартылған қарақаттың пюресі. Осымен біздің массамыз дайын. Енді осыны жаңағы нанның ішіне салып, бетін тегістейсіздер. Нанды мен табаға полностью тегістеп алдым. Енді 180 градуста бір 15 минут қана пісірасыздар. Себебі мен творогтың ішіне крахмал қостым. Творог бізде массаны тезірек қоюландырады. Крахмал жоқ болатын жағдайда 1 столовая ложка манный крупа қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізде безе жасау. Жаңағы творожный массамыз пісіп болғанша біз белок пен қантты біріктіріп безе жасаймыз. Одан кейін оны пештен шығарамыз, безені тезірек бетіне жағып, қайтадан пешке тығып аламыз. Сол кезде пирожныйдан кем емес, творожный пирог болып шығады. Алдымен мына ыдысқа белокты құямыз. Бұл жаңағы белок бізде творожный массадан, тестодан қалған белок. Белокты осылай жай қалдырмау үшін бұл бір ерекше мүмкіндік болады. Енді бетіне қантты саламыз. Ең алғашында блендермен аз уақытты жылдамдықты араластырасыздар, одан кейін жылдамдықты көбейтесіздер.
Енді біздің мына безі, меренга деп те айтуға болады. Көрдіңіздер? Птичий клюв. Осындай птичий клюв болса, масса дайын деген сөз. Сонымен менің пирогым дайын болды. Енді осы ыстық пирогтың үстіне жаңағы беземізді тезірек жағып, қайтадан пешке саласыздар. Бұны өте жылдам жасау керек. Себебі мына массаны сіздер мынаның үстіне салып тегістейсіздер. Сонымен мен безені полностью тегістеп болдым. Енді духовкада 5 минут ұстаймыз. Бізде пирог дайын. Қараңыздаршы, өте тамаша болып шықты. Әбден суығаннан кейін турап көрсететін боламын разрезде. Достар, қараңыздар, менің творожный пирогым нәтижесі керемет болып шықты. Қараңыздаршы. Обычный белок, обычный творог, но ерекше форматта. Қайталаңыздар, жасаңыздар, өте тамаша болып шығады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, келесі жолы менен қандай басқа тақырыпта рецепттер күтесіздер, сол туралы жазып өтсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде қайталаңыздар, өкінбейтін боласыздар. Ас болсын. Бұндай нәтижемен бөліспеу мүмкін емес. Қараңыздар. Өте жұмсақ. Тамаша. Прослойканы қараңыздаршы, нанның жұқалығы. Осындай жасасаңыздар, өте тамаша болады. Нағыз французский десерттерден кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды сіздерге. Дәмін сіздерге сөзбен жеткізіп ала алмаймын. Сол себепті